Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Нурикс. Бүгін мен сіздерге Терминал фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Виктор Наворский әкесінің соңғы тілегін орындау үшін Нью-Йоркқа ұшып келді. Алайда кедендік бақылаудан өтпей қалды. Аэропорттың компьютер системасы Виктордың паспортын таппайды. Сөйтсе Виктор Нью-Йоркқа ұшып келе жатқанда отаны Кракожия жоғалып кеткен екен. Кракожияда мемлекеттік төңкеріліс орын алып, билікті сепаратистер жаулап алыпты. ақш Кракожиядағы жаңа билікті қолдамайынша Виктор аэропорттан аттап баспауы керек. Ер адамға қайтуға да жол жоқ. Осылайша Наворский аэропортта қамалып қалады. Қауіпсіздік қызметінің басшысы Фрэнк Диксон Викторға барлығын түсіндірмек болды. Алайда ер адам не болғанын жаңалықтарды көргенде ғана түсінеді. Фрэнк оның паспортын өзіне алып, Кракожиядағы жағдай түзелмейінше аэропорттан шықпауын өтінеді. Викторға тамаққа талон мен аэропорт қызметкерлерімен байланыста болу үшін пейджер берілді. Ер адамда күтуден басқа амал жоқ. Фрэнк Викторды аэропорттан қашып, үлкен проблемаға айналатын шығар деп ойлайды. Бірақта Наворский қашқан жоқ. Ол терминалдағы орындыққа жайғасып, хабар күтеді. Виктор чемоданын жаба алмай жатқан қызды көреді. Ер адам оған көмектесем деп, тамақ алуға арналған талондарын жерге түсіріп алды. Дәл сол кезде қоқыс тазалаушы Гупта келіп, талонды қоқысқа тастайды. Виктор талондарын қайтармақ болды, бірақта ашушаң шал қайтарған жоқ. Осылайша Виктор кешкі ассыз қалады, және де ұйықтайтын жерде әрең табады. Виктор қолынан Арахис банкасын тастамайды. Бұл банкының не үшін екенін кейін білетін боламыз. Келесі күні бүкіл аэропорттың қауіпсіздік қызметінің басшысы пенсияға кетеді, және де оның орнына Фрэнкті сайлайтын секілді. Бастық Фрэнкті ұсынған екен. Фрэнкке көтерілу үшін бірнеше тексерістен өту керек. Бұл уақытта Виктор жаңа өміріне үйреніп келеді. Ол әжетханада жуынып, терминалдың ешкім келмейтін жеріне ұйықтайды, және де күн сайын жұмысшыларға келіп, қалаға шығуға рұқсат сұрайды. Паспортшы Долорес Торрес оны үнемі кері қайтарады. Фрэнк Виктордан жалықты, және де оған аэропорттан қашудың оңай жолын айтып, құтылғысы келетінін намектайды. Виктор қашуды ойлайды, алайда хабар келмейінше қалам деп шешті. Виктор Амилия Уоррен есімді стюардессамен танысты. Қыз еденге құлап, каблугын сындырып алады. Виктор оған көмектесті, және де аяқ киім дүкенінен скидка алуға болатын купон сыйлап шығарып салады. Амилияны бір ер адам күтіп алды. Аэропорт жұмысшылары бос уақытында жиналып покер ойнайды екен. Олар Викторға сенуге бола ма деп ойланып отыр. Қоқыс тазалаушы Гупта Викторды біреулер бізді тексеру үшін жіберді дейді. Алайда достары Энрике мен Молройс бұған келіспейді. Виктор аш. Оның тамақ алатын ақшасы да талондары да жоқ. Бірде Виктор арбаны орнына келіп 25 цент тапқан әйелді байқайды. Оған ақша табатын идея келді. Виктор аэропорттағы барлық арбаны орындарына келіп ақша табады. Ақшаға тамақ сатып алады. Жұмыспен қатар Виктор жаңалықтар қарауды ұмытпады, және де ағылшын тілін дұрыс білмегендіктен кітап сатып алады. Энрике Виктордың Долореспен еркін сөйлесіп тұрғанын көреді. Офицер Торреске Энрике көптен бері ғашық, және де қызды қарату үшін Виктордан көмек сұрайды. Фрэнк арба жинаушы адам жалдап Викторды жұмысынан айырды. Сондықтан да Виктор аш қалмас үшін Энрикеге көмектесуді шешті. Келесі күні Виктор Долореске келіп, "Нені ұнатасың? Не затқа қызығасың?" деп жеке сұрақтар қоя бастайды. Біліп берсе, Энрике оны тамақпен қамтамасыз етеді. Виктор қызға сырттай ғашық бір жігіттің бар екенін айтты. Офицер жымиып, Виктордың барлық сұрақтарына жауап береді. Энрике мен Долорестің көптеген ортақ қызығушылықтары бар екен. Фрэнк Викторды өзіне шақырып, проблеманы шешуге болатынын айтты. Егерде Виктор өз еліне қайтуға қорқатынын айтып, ақшта тұратын үй сұраса, мемлекет көмектесіп қалуы мүмкін. Алайда проблеманың шешілуіне жарты жыл кетеді. Жарты жыл бойы Викторға ақшта еркін жүруге рұқсат беріледі. Ал егерде мемлекет үй берсе, мәңгі қалуға да мүмкіндік алады. Виктор өз отанына қайтқысы келетінін айтып қарсы болды. Кішкенеден соң Наворский Амилиямен тағы кездесті. Амилия жігітімен ренжісіп қалыпты. Жігітінің отбасысы бар болса да, онымен кездесіп жүр. Виктор Амилиямен танысты. Қыз оны қаладағы ресторанға шақырады. Алайда Виктор бара алмайтынын айтқасын, кетіп қалады. Виктор аэропорт аралап жұмыс іздейді, бірақта ешкім оны паспортсыз жұмыс қалмайды екен. Түнде Виктор аэропортты кезіп жүріп, бітпей қалған құрылысты байқайды. Ол сүйікті өлеңдерін қосып, құрылысты бітіріп тастайды. Таңертең Викторды құрылысшылар көреді, және де талантын байқап, бригадаға қабылдайды. Осылайша Виктор тағы да ақша таба бастайды. Кешке Энрике покер ойнауға Викторды шақырады. Ойыншылар арасында Гупта мен Молрой да бар. Гупта әлде Викторды шпион деп ойлап жүр. Сондықтан да сканермен тексеруді шешті. Сканер күдік тудыратын ештеңе көрсеткен жоқ. Виктор Амилиямен тағы кездесіп, қыздың тарихқа, соның ішінде Наполеонға қызығатынын біледі. Виктордың атақты болғаны сонша, аэропорт күзетшілері оның қашан кететінін болжап ставка қоюда. 3 күннен соң Фрэнкке тексерушілер келеді екен. Ол Викторды басқа біреулерге жібергісі келді.
Алайда ешкім оны алғысы келмейді. Тіпті Наворскийді уақытша түрмеге жабуға да бас тартты. Фрэнк Викторды тәртіп бұзушыларға арналған уақытша түрмеге қамайды. Тексеріс кезінде Фрэнк өзінің жақсы жағынан көрсетті. Пенсияға кететін бастық оған риза. Бір кезде аэропортта қиын жағдай орын алды. Күзетшілер тыйым салынған дәрімен жүрген жолаушыны ұстады. Жолаушы ағылшынша түсінбейді, және де күзетшілер оған тұтқындау себебін түсіндіре алмауда. Фрэнк жолаушымен тілдесу үшін Викторды көмекке шақырды. Фрэнк оған жолаушыны тыныштандырсаң, саған көмектесем деп уәде береді. Виктор жолаушыға келіп, дәрілерді рұқсатсыз тасуға тыйым салынғанын жеткізеді. Жолаушы дәріні ауру әкесіне алып бара жатқанын айтса да, полиция оны тұтқынға алады, және де дәріні тәркілейді. Наворский бір ережені еске түсірді. Сөйтсе, дәріні жануарға алдым десе, рұқсатсыз тасуға болады екен. Ол қателескені үшін кешірім сұрап, жолаушының дәрілерді әкесіне емес, ешкісіне алып бара жатқанын айтады. Фрэнк амалсыздан жолаушыны босатты. Ол Викторға ашуланды, және де бұны тексеріс көріп қалады. Осылайша Фрэнк көтерілмей өз қызметінде қалатын болды. Фрэнк қатты ашуланып, Викторды терминалда мәңгі қалдыратынына уәде берді. Гупта Виктордың жолаушыға көмектескені туралы барлық жұмысшыларға айтады, және сол күннен бастап Виктор қаһарманға айналды. Виктор достарынан Амилио туралы біліп бергендерін өтінді. Ол келесі кездескенде тосын сый ұйымдастырмақ. Виктор Энрике, Гупта және Молрой стюардессалар туралы құжаттар бар бөлмеге келді. Гупта қорқып кетіп қалады. Оған полицияға ұсталуға болмайды екен. Бұрын Гупта Үндістанда пара ұсынғаны үшін полицияны өлтіріпті. Сондықтан да ұсталмас үшін ештеңе білдірмеу керек. Виктор Амилионың келетін уақытын біліп костюм сатып алды. Сосын аэропорттың ішінде кешкі ас дайындайды. Достары Амилионы Виктормен кездестіру үшін бәрін ұйымдастырып қойды. Кешкі ас ойдағыдай өтті. Қоштаспас бұрын Виктор Наполеон Баварияны жолағасын Жозефинаға не сыйлады деп сұрады. Қыз білмейді екен. Виктор келесі кездескенде көрсетем деді. Виктор Амилионмен 13 күннен соң кездесе алады. Ол бірінші күннен бастап сыйлық жасауға кіріседі. Энрике Виктор арқылы Долореске үйлену туралы ұсыныс жасайды. Олар тойларын терминалда өткізеді. Амилио келетін күнде жетті. Қызды күзет тоқтатып Фрэнкке келді. Фрэнк оған Виктор туралы бар шындықты айтып береді. Амилио шындықты біліп, Викторды аяп кетті. Қыз некедегі жігітпен айырылысқан туралы айтып жатқанда, Виктор оған өз сыйлығын көрсетеді. Ол өз қолымен фонтан жасаған екен. Амилио одан не үшін келген туралы сұрайды. Виктордың әкесі джаздың фанаты болған. Ода барлық американдық атақты әншілердің автографы бар, тек біреуінен басқа. Әкесі коллекциясын толтыра алмай көз жұмды, және де ең соңғы автографты алуды баласына тапсырады. Виктор автографты алып, Арахис банкасындағы басқа да автографтардың жанына салу керек. Амилио өмірінде алғаш рет өтірік айтпайтын еркекке жолықты. Ол Викторды сүйеді. Келесі күні достары Викторға Кракожиядағы соғыстың аяқталғанын жеткізеді. Наворский өте қуанышты. Амилио некедегі еркекке оралды, және де сол адамның арқасында Викторға бір күндік виза тауып береді. Виза арқылы ол әншіні тауып, әкесінің арманын орындай алады. Әрине, Виктор Амилиоға ренжулі, бірақ та оның автограф алам деген мақсаты бар. Виктор визаны алып Долореске келді. Долорес рұқсатты Фрэнк береді дейді. Фрэнк бұл уақытта басқа жұмысына көшейін деп жатыр. Оны ақыры бастық дәрежесіне көтерген екен. Ол Викторға паспортын берді. Сосын Викторды Кракожияға ұшатын ұшаққа шығарып салың деп күзетшілерін жібереді. Виктор дәл қазір қайтпайын деп, қалада бір жұмысы бар екенін айтады. Сол кезде Фрэнк қазір кетпесең, барлық достарыңды жұмыстан шығарам дейді. Ол Гупта туралы бар шындықты біледі екен. Виктор жеңілді. Достарына қауіп төнбес үшін кетуді шешті. Гупта Виктордың не үшін берілгенін естіп, сотталу үшін ұшақты тоқтатады. Ол Викторға мақсатыңды орында деді. Фрэнк күзетшілерге Наворскийді өткізбең деп бұйрық береді. Алайда күзетшілер оны тыңдамайды. Олар Викторды қолдайды. Виктор джаз клубқа келіп, автографын алады. Сосын қағазды банкаға салып, өз отанына оралады. Осылайша видеоның соңына жеттік. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.